Hali qana deydi. Shu dinda yurgan cherkovga qatnayotganlar. Babam 80. Özün üçün demay vayım bolar eken, ake şişeğin, bala şakan, bәрі айырылып кетті деп уайымдап қаласың екен. Қылмыстық кодекстің қанша бабымен айыптақты? 174-ші бабы деп айтылады. Мамыржан Қайтметов халықтық орналасқан Сайрам ауданындағы діни уағызшылардың бірі еді. Қазір заң алдында қылмыскер. Ол дінаралық алауыздықты тудырмақ болды деп айыпталды. Аққала ауылының тұрғыны Қайтметов 90 жылдары дінге қызығып, Йемен мемлекетіне көшеді. Кейін Медина қаласындағы діни оқу орындарының бірінде білім алыпты. Елге 2009 жылы оралып, 2014 жылға дейін жергілікті мешіттің тізгінін ұстайды. Кезінде имам тапшы болды. Дін мамандар тапшы болғаннан кейін ол қайда оқыды, ол маңызды болмады. Арабша біледі, сауаты бар, Құран оқи алады, діни сауаты болғаннан кейін имамдық қызметке тарта берді. Неосәләфилік идеологиямен қатар дәстүрлі ханафи мазхабы негізінде жазылған кітаптарды да қатар оқып жүрген. Теологиялық білімді шетелде алған азамат діни уағызын бірнеше тілде жүргізді. Оны ауыл халқы да, өзбек ағайындардың жастары да тыңдады. Сұраныс артқанда YouTube'ға уағыздарын салып таратады. Сол уағыздарының арасында өзге дәстүрлі дінге қарсы жағымсыз пікір айтып даттаған. Басқа діндер туралы көзқарас жаман ана болды деп, соған экспертиза жүргізілді дейді. Экспертиза жүргізіліп, экспертизада ақиқаттан заңға дұрыс келмейді. Әр адамның заңда өз еркі бар, қандай дінде болу, оны заставит қылуға ешкімнің құқығы жоқ деп. Мен айттым, мен өкіндім, білмедім, заңны білмей қалдым. Мен кешірім сұраймын дедім. Тергеу кезінде оның білегіне кісен салынды. Тарға пасқа қамалғанда тар ойдың шеңберінен шыға алмағанын түсінген. Кінәсін толық мойындап, сот оны 2 жылға шартты түрде соттады. Мен статьяларын білмейтін екенмін. Яққа барып сұрастырдым ғой, енді баянда қандай, мұнда шығады ма десем, өте қиын деп айтты да. Сол мен айттеным рас. Мен бұл кинамны бойындап жатырмын. Қазір Қайтметов интернеттегі уағыздарын толық өшірді. Әр сөзін аңдып сөйлейтін болған. Өзгелерге де улы уағыз таратып, жастарды сол захарымен уламауға шақырады. Себебі өзі адасып, өзгені адастырғанға діннің де, заңның да үкімі ауыр.